Қандай да мемлекет болмасын, әрбір ұлттың белгілі бір тарихи кезеңде өнері, әдебиеті және барлық мәдени болмысы бір өзгеше биіктікке көтеріліп, уақыт өте келе ұмытылып қалады. Алайда бүгінгі күннің қиыншылығына, оқшауланып отырған халқымыздың жағдайына қарамастан, Абайдың есімі мәңгілік ел есінде қала бермек. Міне бүгін ұлы ақынның 75 жылдығына арнап, Ақбота Тұрысбайқызы бастаған эстафетаны ұстазымыз Жұлдыз Қозғанқызы, кураторымыз Балнұр Асанқызының қолдауымен біз 12-ші Джей сынып оқушылары Абайдың қара сөздерін оқуды жалғастыратын боламыз. Қайрат, ақыл, жүрек, үшеулері өнерін таласып, айтысып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: «Ей ғылым, өзіңде білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейтінін. Әуелі өзіңді білуге, ерінбей жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім». Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абайыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын, күнәкарліктен, көрсе қазар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын, адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын. Мен емес пе, осы екеуі маған қалай таласады депті. Ақыл айтыпты, не дүниеге, не ақиретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып түсіне алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады, менсіз өздері неге жарайды, депті. Онан соң жүрек айтыпты: «Мен адам денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен етеді. Менсіз тіршілік жоқ». Жұмсақ төсекте, жылы үйде, тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын аштып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекштетұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қолдыратұғын мен. Бірақ мені сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын ала алмаймын. Жақсылыққа елжіреп ерейтұғын. Мен жаманшылықтан жиреніп, тулап кететұғын. Мен әділет, мысап, ұят, рақым, мейірбаншылық нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың күлген күні не? Осы екеу маған қалай таласады, депті. Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты: «Ей Қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарынан басқа да өнерлерінің бары рас. Сенсіз еш нәрсенің болмайтұғым да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап кетесің, ал кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман. Ей ақыл, сенің айтқандарының бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтұғыны да рас. Жаратқан Тәңірін де сен танытасың, жарылған екі дүниенің жайын да сен білесің. Ақ сонымен тұрмайсың, амал да айлады, бәрі сене шығады. Жақсының, жаманның, екеуінің де сүйенгені, сенгені сен. Екеуінің де іздегенін тауып беріп жүрсің, соның жаман. Үшеуінің басыңда қоспақ меніңсің депті, бірақ сонда билеуші әмірші болса жарайды. Ақыл, сенің қырың көп, жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқаныңа жаны дінің мар болады. Көнбек түгіл қуанады, жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп, үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол, сені де еркіңе жібермейді. Орынды іске күшіңді аятпайды, орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Үшеуің басыңды қос, бәрінде жүрекке билет, деп ұқтырып айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанның топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп, кітаптың айтқаны осы депті. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға демекші, әрдайым қайрат пен ақылды есепке алып, жүрекпен шешіп, дәл осылай Абай атамыз өнеге етіп қалдырған сөздерін есімізде тыйып, табанның топырағын көзге сүртерлік асыл жандар болып қала берейік.